Бәріңе сәлем достар, бүгін мен сіздермен бандикам туралы айтып кететін жайт. Бандикамда запись сіздерге бірінші бандикам тартып алған кезде ода дауысы естілмей, бір бәлесі істелмей жатады. Ол кезінде не істеу керегін айтып берем. Расширениеге кіресіздер, сосын осы жерден проще деген бар, прошеден настройки записиге кіресіздер, және де параллельно осыны запись звука деген сохранить етесіздер. Осылай не қойып қоясыздар, не атады, галочка қойып қоясыздар, нағанда үсті қойып қоясыздар, және нерде звука устройство по уменьшению деп тұрады, динамики деп тұрады, және де мен микрофонмен сөйлеп отырмын, және де микрофонға қойып қоямын. Және де оның тағы бір способы бар, сіздерге айтып кетейін. Осы жерден панель управлениеге кіресіздер. Панель управлениеден қазір категориясына кіресілік. Обрадование и звук деген бар, соған кіресіздер, және де звукқа кіресіздер. Осы жерден микрофон, осылай екі рет басасыздар, уровень көресіздер, бұлай дауысын көбейтесіздер или өшіріп қоясыздар. Өздеріңізге керектісін қойып аласыздар, маған керек 100. Сіздерге айтарым осы. Сау болыңыздар достар. Айтып кететін жайтым осы. Сіздермен болған Досик KZ, каналыма жазылыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, коммент жазыңыздар, подписаться етіңіздер достар. Және де күнде әртүрлі видео шығарып тұратын боламын өзім. Сау болыңыздар.